мен орындаушы едік, кәне есіңізге түсіріп жіберейікші. Тақтадағы өрнекті оқыңызшы кәне. 3 ал енді осыны 3 таңдау санды қосқан кезде қандай тәсілмен қосамыз? Ясин айта қойшы, бірінші естейміз. Жақсы. 100 дегенімізді қайда айта қойшы? 300-ден өте жақсы. 300-де тақтада бірліктер класының разрядтары тұр. Енді бірліктер класының разрядтарын атап жіберейікші, қане мен атай қойшы, бірліктер класына 100-дік, 10-дік, бірлік жатады. Енді осы тақтадағы бірнеше тұрған разряд бірліктеріне сандарды ала отырып, 3 таңдау сан құрастырамыз. Қане кім шығады тақтаға? Сезім қандай 3 таңдау сан құрастырар екен? 300-дік. Өте жақсы. Осы 3 санды разряд бірліктеріне жіктей отырып, қазір маған 3 таңдаулы сан құрастырып бересіңдер. Әр разрядын жеке деп айтатын боламыз. 8 мыңға тоқсан деген қандай сан шығады? 267-ден басқа тағы қандай шығады? 627. Ең басқа да сан шығады ма екен? 492. Өте жақсы, кәне. Қазір мен сендерге бірнеше қосу азайту амалдарына байланысты өрнекке қараймыз. Қай топтан және қатесіз дұрыс нәтижесін табады екен. Міне қалем жазып отыр, дұрыс топ кезектесіп жазып жатыр. Барлығымыз бірге жұмыс жасаймыз. Өте жақсы болып келеміз. Қане Алихан? Өте жақсы. Соны Алихан жазған көріп жүрші. 547-ден 3-тен қосындысы 550 шығады. Өте жақсы. Армысыздар, құрметті ұстаздар. Баршаларыңызды алда келе жатқан ұстаздар мерекесіне құттықтаймын. Нөмірі 52-ші мектеп лицей арасында ұйымдастырылып жатқан ұстаз талапты болса, шәкірті талантты болар атты челленджді мектебіміздің химия биология пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Камалова Ұлжан ұстазға орындаймын.